Барлықтарыңызға сәлем қыздар. Бүгін сіздерге жасау жолы өте оңай, әрі шығымы аз, өте керемет торт рецептін жасап көрсетемін. Ол үшін ең алдымен каналыма подписаться етуді ұмытпаңыз. Ең алдымен торт жасау үшін бізге қажет болады 2 жұмыртқа, оның үстіне азап шекерімізді салып, жақсылап, қол миксермен осылай араластырып аламыз. Оның үстіне жылы сүтімізді құямыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Електен өткізілген ұнды, какаоны және разрыхителді салып, тағы да жақсылап қол миксермен араластырып аламыз. Енді оның үстіне сұйық майымызды құямыз және қайнап тұрған суымызды да құйып, жақсылап тағы да біркелкі масса болғанша араластырамыз. Міне осымен біздің шоколадный блиніміздің тестосы дайын болды. Енді табаны аздап майлап жіберіп, дәл осы видеодағыдай блинларымызды біртіндеп пісіріп аламыз. Енді торттың кремін дайындап аламыз. Ол үшін творогты, шекерді және де қаймақты жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Оның үстіне желатин құю үшін желатинді бірінші дайындап аламыз. Желатинді ыдысымызға салып, оның үстіне аздап су қойып, жақсылап араластырып аламыз және де жарты сағатқа қалдырамыз. Осы уақыт аралығында кремнің арасын салатын начинкамызды дайындап аламыз. Ол үшін қалауларыңыз бойынша кез келген жемісті қоссаңыздар болады. Мен киви, апельсин, мандарин және де банан қостым. Біздің желатиніміз дайын болды. Енді желатинді қатты қатып қалған болса, водяной баняға немесе микроволновкаға ерітіп, осылай сұйық халге келтіріп аласыздар. Сосын оны творожный массамызға салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді тортымызды жинаймыз. Торттың ең астыңғы бөлігін бір блиннің үстіне кремімізді жағып, және оның үстіне жемістерімізді салып шығамыз. Кейін шұңқырлау ыдысымыздың ішіне блинімізді салып, дәл осы видеодағыдай кремімізді, начинкамызды салып, дәл осылай орап, кремнің үстіне қойып шығамыз бәрін. Ең үстіңгі бетіне осылай блинларымызды төсеп шығамыз да және холодильникке бір түнге қалдырамыз. Мұздай болып тұрған, дайын болған тортымыздың үстіне начинканы, кремді безендіруін өздеріңіз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Мен қаймаққа аздап шекер салып, осылай бетіне жақтым да какаомен сәнди салдым. Арасын кесіп қарасаңыздар, өте керемет түсті торт болып шығады. Тәбет ашарлық, дастарханның көркін ашатын өте керемет жеңіл әрі қалтаға арзан торт болып шығады. Қыздар, барлықтарыңызға осы рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.